Видео тақырыбы фибрилді құрысулар. Олар не үшін пайда болады? Құрысу кезінде не істейміз және не істеуге болмайды? Сізге тақырып қызық болса, каналыма жазылыңыз. Фибрилді құрысулар температура жоғарылаған кезде болатын құрысудың бір түрі. Статистика бойынша фибрилді құрысулар жалпы балалардың 2 және 4%-інде кездеседі, өмірінде бір рет, және олардың 3-тен 1-інде екінші рет қайталанады. Бұл құрысулар әдетте баланың 3 айлығынан бастап 5 жас арасында жиі кездеседі, ал ең жиі 1 жас және 1,5 жаста. Пайда болуы дене қызуы кенеттен 38-ден жоғарыға көтерілген кезде, бірақ 38-ден төмен кезде де пайда болуы мүмкін. Фибрилді құрысу дені сау балаларда да кездеседі. Құрысу негізі балаға зиянсыз, бірақ балада құрысудың басқа да себептері жоқ па, соны тексеру үшін міндетті түрде дәрігерге баланы тексеру керек. Мысалы, құрысулар эпилепсия кезінде және нейроинфекциялар кезінде де болады. Фибрилді судорогының 2 түрі болады: қарапайым және комплексті немесе күрделі. Қарапайым кезінде 15 минутқа дейін созылады. Құрысу түгел денеде болады және 24 сағат ішінде қайтадан қайталанбайды, және баланың температурасын түсіргеннен кейін қайта құрысу болмайды. Ал екінші түрінде құрысу ұстамасы 15 минуттан ұзақ болады және дененің тек бір бөлігінде болуы мүмкін, және приступ 24 сағат ішінде бірнеше рет қайталанады. Фибрилді судорогының белгілері. Осындай тоникалық және клоникалық тырысу ұстамасы болады. Тоникалықта бүтін бұлшықеттер сыртқа қарай жазылады, ал клоникалық кезінде ішке жиырылады. Сонымен қоса бала есін жоғалтуы мүмкін, құсу болады және ауыздан көбік тәрізді сөл шығады, баланың көзі артқа кетуі мүмкін және демалған кезде демалуы өте әлсіз болады, және бала еріксіз зар шығаруы мүмкін. Судорога кезінде не істеу керек? Баланың құсық массасына және сөліне тұншығып қалмауын қадағалау. Ол үшін баланы суреттегідей қырымен жатқызамыз. Баланың жарақат алмауын қадағалау. Ол үшін баланы жаймен ұстап тұрамыз және жедел жәрдем шақыру қажет. Ұстама кезінде не істеуге болмайды? Ұстама кезінде балаға су немесе кез келген дәрілік препаратты ішкізуге әрекет жасау, жүрек өкпелік реанимация жасау, яғни балаға жасанды дем беру және жүрекке массаж жасауға болмайды. Және баланы қолмен қатты басып, ұстаманы тоқтатуға тырысуға болмайды. Баланың тілін қандай да бір затпен басудың қажеті жоқ. Ұстама өзі 15 минутқа дейін тоқтайды, көбінесе 5 минут ішінде болады, ал 15 минуттан асқан жағдайда тек жедел жәрдем дәрігері дәрілік препарат қолданады. Баланың температурасы 38 кезінде қызу түсіретін дәрілерді беру бұл фибрилді құрысудың алдын алмайды. Себебі сіз бала температурасы 38 кезінде дәріні бердіңіз, бірақ дәрі 30 минут ішінде әсер етеді. Ал оған дейін бала температурасы 39-ға көтеріліп, фибрилді құрысу басталуы мүмкін. Сол үшін баланың температурасы 38 болып, бірақ баланың жалпы жағдайы жақсы болса, дәрілік препаратты берудің керегі жоқ. Қандай жағдайда баланың жалпы жағдайы жақсы болса да, қызу түсіретін препаратты беру керек? Бірінші, 3 айға дейінгі балаларда температура 38-ден жоғарылаған кезде міндетті түрде қызу түсіретін препарат беру керек. Екінші, 3 жастан асқан балаларда температура 39 және 39,5-ға жеткен кезде міндетті түрде температурасын түсіру керек. Үшінші, қауіп тобындағы балалар. Олар жүректің тума ақауымен туылғандар және орталық жүйке жүйесінің ауруларымен ауыратындар. Төртінші, бұрын температура жоғарылаған кезде фибрилді құрысу болған балаларда температурасы 37,5 кезінде температура түсіретін дәрі береміз. Балада фибрилді құрысу 15 минуттан ұзақ болса және ол тағы қайталанса, онда баланы электроэнцефалографияға түсіру керек. Бұл балада эпилепсия бар жоқтығын анықтайтын әдіс. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырыңыз.